Сәлеметсіздер ме балалар? Мен сендерге Ыбырайдың царинің Байлы деген әңгімесін айтып бергім келіп тұр. Бір күні Байлы 7 жасар күнінде елі көшіп, көп балалар біреу тайына, біреу атына мініп жүргенде бір бала жыламсырап қарап тұрып қалыпты. Бұны көріп Байлы қасына келіп: "Сен неге атына мінбейсің?" дегенде бала қамығып: "Атым жоқ. Ел көшкенде әжеммен бірге түйеге мінуші едім" деді. Сонда Байлы аттан түсіп әкесіне шағуға: "Әке, мен атқа мінгенде ер-тоқыммен маған бір ат таята беріңіз. Сол тайында біреуге көрсем ұрыспайсыз ба?" деді. Сонда әкесі: "Кімге бересің?" деді. Бала қысынан сұрап тұрып, жаяу жылап тұрған баланы көрсетеді. Оған әкесі де түсініп, бетінен сүйіп: "Тайыңды кімге берсең де ерік өзінде" деді. Содан соң Байлы қуанып, тайды ертеді, манағы балаға барады. Манағы баланың қасына ертіп көп балаға қосады. Менің айтайын деп отырған тақырыбым бақша ағаштары. Жаздың бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. "Мына ағаш неге қисық, ал мына ағаш неге түзу?" деп сұрады баласы атасынан. Оның себебі: "Балам, бірінші ағашты бағу қабумен өсілген, ал екінші өз қалыбымен өскен" деді. Сонда баласы: "Бағу қабуда да көптеген мән-мағына бар екен ғой" деді. "Бағу қабуда да көп мағына бар екенде шек жоқ балам. Сен де осы ағашқа қарап өссең болады. Онан сен де өзіңе тәрбие ала аласың. Сен жас ағашсың, саған әлі күтім керек. Егер де мен сені тура жолға салып, саған жақсы тәрбие берсем, сен де осы тік ағаш сияқты өсесің. Ал егер сен өз бетімен кетсең, онда мына қисық ағаш сияқты сен де өз қалпыңмен өсерсің" деп. Ал мен бүгін сіздерге айтатын тақырыбымның аты қанағат. Бір күні Әзірет Әлиден бір жұрт келіп сұрайды: "Толық байлық қайсен табылады?" деп. Сонда Әзірет Әли: "Толық байлық қанағатта. Малы көпте болса, қанағаты жоқ кісінің байлығы жетім" деп. "Ал мал азда болса, қанағаты бар кісінің көңілі жай тынышырақ болады" депті. Ал мен бүгін бір уыс мақтаны баяндайтын боламын. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отырған кезде анасы қасына келіп: "Балам, бұл дүниедегі жаратылған жәндік жансыздардың ешқайсысы ешқашан керек емес болып қалмаған" деп айтты. Соны айтып отырған кезде бала жерден бір мақтаның қиқымын көріп қояды. Мақтаның қиқымын алып, қолынан терезеден лақтырып жібереді. "Әже, бұл мақтаның қиқымы еш нәрсеге керек болмас" деп айтты. Әжесі: "Оған балам, ол да жерде қалмайды" деп айтты. Соны айтып отырған кезде жаңағы мақтаның қиқымын жел ұшырып кетті. Оны бір торғай тұмсығына тістеп алып, ұшырып алып кетті. Баласы: "Әже, бұл мақтаның қиқымын жаңа бір торғай тістеп алып кетті. Ол оны не істейді?" деп сұрады. "Көрдің бе балам, жаңағы айтқан күн өтпей қайтадан келді" деп айтты. "Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсейді" деп айтты. Жас балапанына мамық етеді. Ендігі кезекте мен сендерге жақсылыққа жамандық деген әңгімені баяндайтын боламын. Яғни бұрынғы заманда Қызылбас деген патша болады. Ол кісінің уәзірі бір күні патшаға өзінің жарлығын айтамын деп қайтып келе жатса, алдынан халық оны қамайды. Яғни олардың ішіндегі бір батыры шығып: "Сен бізге, жаңағы патшаға, біздің қалауымызды жеткіз, біздің қалауымызды орындасын" деп сақалынан тартып сөйтіп күш көрсетеді екен. Жаңағы халықтан шыққаннан кейін уәзір патшаға барады. Содан бұл кісілердің сұрауларын айтып, және өзінің зардап шеккенін айтпай, ол кісілерді жазаламауын да сұрап алады екен. Содан бір күні уәзір ел аралап жүрсе, бір саудагер келіп: "Сіздің сақалыңыздан тартып, сізге жаңағы дөрекілік көрсеткен менің көршім, есімі Нағым. Сіздер оны алып кетіңіп, жаңағы қамауға қамаңыздар" деп былай айтсақ, көршісін жамандап тұрады екен. Содан уәзір не істейді? Абдолла деген кісі жаңағы Нағымды шақырып алып айтады: "Мен сенің жасаған ісіңе ренжімеймін. Бірақ мен сені оны айтайын деп шақырған жоқпын. Сенің жаңағы көршің саудагер жақсы адам емес. Мен саған осыны айтайын" деп жаңағы сөзін аяқтайды екен.